Саламатсыздармы 191 топ оқушылары. Бүгін арнайы технология пәні бойынша газбен кесуге арналған жабдық және аппаратура туралы тақырып өтеміз. Сабақтың мақсаты газбен кесуге арналған жабдық және аппаратуралар бойынша ақпарат беру. Газбен кесуге арналған жабдық және аппаратуралардың түрлерімен таныстыру. Күтілетін нәтиже: газбен кесуге арналған жабдық және аппаратуралардың түрлерін біледі. Газбен кесуге арналған жабдық және аппаратуралардың түрлерінің қажеттілігін түсінеді. Газбен кесуге арналған жабдық және аппаратураларға қойылатын талаптарды қолданады. Газбен кесуге арналған жабдық және аппаратура туралы негізгі мәліметтерді талдайды. Газбен кесуге арналған жабдық және аппаратура туралы негізгі мәліметтер бойынша алған білімдерін жинақтай алады. Газбен кесуге арналған аппаратуралар бойынша алған білімдерін бағалайды. Бағалау критерийлері: 5 өте жақсы, берілген тапсырманы толық орындауы, газбен кесуге арналған жабдық және аппаратуралар түрлерін біледі, оттегілік кесудің техникасы туралы негізгі мәліметтің қажеттілігін түсінеді. 4 жақсы, жалпы газбен кесуге арналған жабдық және аппаратуралар туралы негізгі мәліметтерді түсінеді, бірақ қойылған 3 сұрақтың екеуіне жауап береді. 3 қанағаттанарлық бағасы: газбен кесуге арналған жабдық және аппаратура туралы негізгі мәліметтер түрлерін бір-бірінен толық ажырата алмауы, газбен кесуге арналған жабдық аппаратуралардың қажеттілігі бойынша қойылған сұрақтарға толық және нақты жауап бере алмауы. Газбен кесуге арналған жабдық және аппаратуралар. Ацетилен генераторлар мемлекеттік стандарт 5190-78 сәйкес ацетилен генераторлары өндірілетін ацетиленнің қысымы, өнімділігі кальций карбиді мен сумен әрекеттесуін реттеу жүйесінде қолданылатын конструкция бойынша жіктеледі. Төмен қысымды генераторда ацетилен 0,1 мегапаскал 0,10 кг күш см² дейінгі қысымда арнап дайындайды. Орташа қысымды генераторлардың ацетиленнің 0,1 бастап 0,07 мегапаскал дейінгі 0,7 кг күш см² қысымына арнап дайындайды. Генератордың ацетиленнің 0,07 бастап 0,15 мегапаскалға дейінгі 0,17 1,5 кг күш см² қысымына да арнап шығарады. Бұлар орташа қысымды генераторларға жатады, алайда жоғары өнімділікке ие болады. Генераторларды 0,15, 0,75, 1,25, 2,5, 3,5, 10, 20, 40, 30, 160 және 320 метр куб сағатқа арналған есептік өнімділік бойынша шығарады. Конструкциясы бойынша генераторларды жылжымалы және стационарлы етіп дайындайды. Жылжымалы генераторлардың өнімділігі 3 метр куб сағат дейін сақтандырғыш сырмалар мен оттек бөгегіштер, сақтандырғыш сұйықтық су сырмалары деп жанатын газдарға арналған ацетилен генераторлар мен құбырларды жалынның теріс соқпасынан қорғауға арналған құрылғыларды айтады. Теріс соққы деп жалынның жанарғы шүмегінің, өзегінің немесе кескіштің ішіне енуін және жанар қоспа аяғына қарсы таралуын айтады. Жалынның теріс соққысы мүмкіндігі негізінен қоспаның ағып шығу жылдамдығы мен қоспаның тұтану қалыпты жылдамдығының арасында ара қатынаспен анықталады. Сығымдалған ауаға арналған баллондар 20 мегапаскал 200 кг күш см² дейінгі қысымдағы газдарға арналған шағын және орташа 230 сыйымдылықты болат баллондар мемлекеттік стандарт 949-70 талаптарына сәйкес келеді. Баллондар белгілі қысыммен газдардың әртүрлі сыйымдылықты болады. 12 дециметр куб литр көлемге дейінгі баллондар аз сыйымдылықты баллондарға жатады. 20-дан 50 дециметр куб литр көлемді баллондар орташа сыйымдылықты баллондарға жатады. -50 градустан +60 градусқа дейінгі температурада сығылған, сұйытылған және ерітілген газдарды сақтауға және тасымалдауға арналған баллондар жіксіз құбырлардан жасалады. 10-25 және 15-20 мегапаскал 100-200 кг күш см² жұмыс қысымына арналған баллондар көміртекті болаттан жасалады. Ал 15-20 мегапаскал 150-200 кг күш см² қысымына арналған баллондардың қосындыланған болаттан жасалады.
Топ оқушылар, мына суретте газбен кесуге арналған генератор көрсетілген. Екінші суретте оттегілік баллон көрсетілген. Топ оқушылар, бүгінгі мына ссылка бойынша видео сабақты көріңіздер. Қызығушылықты ояту. Бүгінгі сабақ барысындағы материалдар сіз үшін қызықты болды ма? Екінші тақырып бойынша тағы қандай газбен кесуге арналған жабдық және аппаратуралар бойынша мәліметтер қосқан болар едіңіз? Бірінші тапсырма. Газбен кесуге арналған жабдық және аппаратуралардың маңыздылығы неде? Газбен кесуге арналған жабдық және аппаратуралардың жұмысы қалай жүргізіледі? Газбен кесуге арналған жабдық және аппаратуралардың бір-бірінен ерекшелігі қандай? Газбен кесуге арналған жабдық және аппаратураларды қолданып кесу жұмыстары қалай орындалады? Газбен кесуге арналған жабдық және аппаратураларды пайдалану тәртібі қандай? Газбен кесуге арналған жабдық және аппаратураларды қолданып кесу жұмыстары қай жағдайда қандай жерлерде қолданылатынын түсіндік. Екінші тапсырма. Бейне материалды көре отырып газбен кесуге арналған жабдық және аппаратуралардың түрлерін жазыңыздар. Үй тапсырмасы. Бүгінгі сабақтанған материалдарды өз ойымен зерделеп толықтыр. Газбен кесуге арналған жабдық және аппаратуралар туралы негізгі мәліметтердің технологиялық картасын құрастыр. Газбен кесуге арналған жабдық және аппаратуралардың түрлері бойынша ақпарат жинау. Газбен кесуге арналған жабдық және аппаратураларды практикада қолдана білу. Газбен кесуге арналған жабдық және аппаратуралардың қажеттілігін үйрену. Рефлексия. Топ оқушылар, мен бүгін сіздердің алған білімдеріңізді рефлексия бойынша білгім келеді. Екі жақты күнделік стратегиясы, сабақтағы мәліметтер менің жаңалығым. Назарларыңызға рахмет.